Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін етті шариктер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш керек, және де фаршке майдалап туралған жуаны араластырып, тұз бұрышын салып, домалақтап шығамыз. Содан соң оны сковородкамызға салып, арасында орын қалдырып, картошкамен бірге салатын боламыз. Бетіне дәм беру үшін сладкий перецтерімізді салып шығамыз, яғни тәтті бұрыштарымызды. Одан соң томатты сұйық майға қуырып алып, қайнаған суды құйып араластырып, тұз бұрышын дәміне қарай қосасыздар. Дайын болған соусымызды әбден араластырып, тамағымыздың бетіне құямыз, және де жай отта 45 минут бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Сол аралықта мен рис жасадым, бірақ рисімді түсіруге ұмытып кетіппін. Ристі ортасына салып, дайын болған картоптарымызды шетіне қойып, әсемдейтін боламыз. Яғни етті шариктерімізбен бірге әсемдеп, қонақтарымызға ұсына беруге болады. Өте дәмді шығады, және де оңай, тез жасалады. Жеке-жеке ыдыстарға салып та ұсынуға болады. Мен отбасылық кешкі ас болғандықтан осылай бір ыдысқа бөлмей дайындап шықтым. Әркімнің өз қалауы бойынша ұсына беруге болады. Содан соң бетіне осылай жасыл шөптермен әсемдеуге болады. Әркімнің өз қалауы бойынша. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Әр сенбі күні сіздермен керемет рецептермен бөлісіп отырамын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын!